кінә сезімі жайлы айтып жатырсыз ғой сіз. Қалайнан? Иә, өзін кінәлі сезіну. Әрине, мынандай үлкен суммада ақшаны жоғалтқан адам өзін ең бірінші кінәлі сезінеді. Ондай адамды кінәламау керек. Шынымен ол өзі кінә дегеніміз не? Негізі кінә дегеніміз ол мен оны әдейі жасадым. Біліп жасадым. Өзім біліп жасадым. Бергім келді, бердім. Олайнан берген жоқ қой ол кісі. Демек, ол адам кінәлі емес. Сол себептен ең бірінші кінәламау ол адамды. Кінәлі емессің. Бұл жерде бірақ саған емес. Саған емес, жаңағы мошенникқа мен ашулымын. Кінәлі бұл жерде сол мошенник болып тұр. Сіз кінәлі емессіз. Бұл мәселені шешеміз деп ең бірінші кінәламау. Ең бастысы кінәламау, және әрине кінәламаған кезде біз қолдай бастаймыз да. Ол кінәлі сезінбеген адам ол ондайға екінші рет бармайды. Ол қолдау алып тұр. Өйткені қолдап тұрсыздар ол кісіні.